Сәлеметсіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын пирог әзірлейміз. Алдымен кремімізді дайындаймыз, яғни кремді біз қайнатамыз, қайнатпалы крем. Сондықтан бірден осындай темір ыдысымызға саламыз. Жұмыртқа, құмшекер, кукуруз крахмалы жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Көп үрдудің қажеті жоқ, жай ғана араластырамыз. Содан соң үстіне кішкене мөлшерде сүт құямыз да, тағы да бір келкі массаға келгенше араластырып аламыз. Егерде барлық сүтті бірден құйсақ, іртік болып қалуы мүмкін. Сондықтан алғашында кішкене ғана сүтімізді құйып араластырып аламыз. Енді барлық сүтімізді құямыз да газымызға орналастырамыз. Басында осылай газдың астын сәл қаттырақ қойсаңыздар болады. Сосын міндетті түрде астын қозғап тұру қажет, түбіне жабысып қалмас үшін. Лаж болса осындай лопаткамен араластырған дұрыс. Содан соң астына кішкене осылай жабыса бастайды. Сол кезде газдың астын бірден жай қоямыз да, лопаткамызды венчикке алмастырамыз. Сосын тоқтатпай жақсылап араластырамыз. Крем өзі жайлап қоюлана бастайды. Міндетті түрде қозғап тұрыңыздар, тоқтатпай. Мінекей креміміз қоюланды. Енді үстінен сармайымызды саламыз. Сармайымызды салып, тағы да ергенше араластырамыз. Мінекей креміміз де дайын болды. Әп-әдем болып шығады. Енді кремімізді толықтай суытамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Немесе осылай ыдысқа мұздай су құйып, үстінен қойсаңыздар тезірек суитын болады. Егерде бетін пищевой пленкамен жаппасаңыздар, онда арасын ұзатпай, осылай міндетті түрде қозғап тұрыңыздар, себебі кремнің беті қатып қалуы мүмкін. Креміміз суығанша енді корждарымызға кірісеміз. Сгущенкамызды құямыз, үстінен жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Содан соң қопсытқышымызды ұнымызға саламыз да араластырып, екі бөліп салып, тағы да миксерлейміз. Пирог сливкиді, творожный сырды қажет етпейді, бірақ дәмі олардан кем емес. Яғни өте қолжетімді. Мінекей енді қалыбымызға осылай шөмішпен саламыз. Енді көлемі өздеріңізге байланысты. Қалыңдау олам десеңіздер, 3 бөлікке бөліп сасаңыздар болады. Жұқалау қылып, көптеу корж шығарсаңыздар да болады. Енді ол жағы өздеріңіз қалауларыңыз. Мен бұл жерде 3 бөлікке бөлдім. 3 слой болды. Енді пешімізге орналастырамыз. Мінекей осылай 3 коржды да жақсылап пісіріп аламыз. Содан соң суыған кремімізді әр корждың ортасына жағып шығамыз. Шетіне жағудың қажет жоқ, ол жағын бәрі түзелейтін боламыз. Корждар мен кремдер біткенше осылай жалғастырамыз. Енді осылай креміз сіңгенше 5-6 сағатқа қоямыз. Негізі түнде жасап, азанға дейін тұрса, керемет болып шығады. Пирогымыздың шетін осылай түзелеп шығамыз. Үлкен отбасыға беймарал жетеді. Тойымды әрі өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Енді көз мөлшермен осылай
4 бөлікке бөлеміз. Белгілеп аламыз, содан кейін кесеміз. Пирог өте дәмді болып шығады, және осылай кескенде 16 штук болады. Заттары қол жетімді, кез келген жиындарыңызға немесе ауызашарға жасасаңыздар да өте керемет. Видеоны жай ғана көріп өтпей, бүгін кешкіге міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Өте дәмді, өте керемет, әрі өте тойымды болады. Видео ұнап пайдалы болып жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Жасап жатсаңыздар, әсермен бөлісіңіздер. Мені қолдап, лайк басып, тіркеліп жатқан жандарға көп рахмет. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Осы рецептпен жақындарыңызбен бөлісіп кетуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.